Ауа райының өзгеруіне байланысты шұғыл хабарлама. Синоптиктер алдағы күндері ауа райы қандай болатынын айтты, деп хабарлайды Улус Медиа КЗ. Алдағы күндері 37 градусқа дейін ыстық болады. Маусым басында еліміздің басым бөлігінде батыс антициклонының әсерінен жауын-шашынсыз ауа райы сақталды. Алайда 29 тамызда солтүстік батыс циклонының ойпатының өтуіне байланысты елдің солтүстік, орталық және шығыс аймақтарында ауа райы тұрақсыз болады. 30 тамызда тұрақсыз ауа райы Қазақстанның оңтүстік шығысында да қамтиды. Жаңбыр, найзағай күтіледі. 30 тамызда елдің солтүстігінде, шығысында және орталығында бұршақ пен екпінді желмен бірге қатты жаңбыр болжанады. Республика бойынша желдің күшеюі батыста, солтүстікте, солтүстік-батыста түнде және таңертең тұман күтіледі. Температура. Батыста ауа температурасы +20, +31 шегінде. Оңтүстік-батыста +27, +35 градус болады. Ауаның төмендеуі күтіледі. Қазақстанның солтүстік-батысында +23, +33-тан +15, +23-ке дейін. Солтүстік облыстарында қаттық ыстық +30, +35-тен +15, +23 градусқа дейін. Елдің орталығында қаттық ыстық +30, +37 градустан 18-27 градусқа дейін. Шығыс Қазақстанда +22, 32 градустан +17-28 градусқа дейін. Солтүстік облыстарда қаттық ыстық +30, +41 градустан +26-35 градусқа дейін төмендейді. Оңтүстік шығыста +33, +38-ден қатты ыстық сақталады. Таулы аймақтарда +23, +28 градус болады.